Ал әйел кісілерге мынандай бір әдемі хадисте сыйлайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Егер де әйел заты 5 уақыт намазын тұрақты атқарса, Рамазан айы келген кезде Рамазан айының оразасын ұстап берсе, ұятты жерін сақтаса, күйеуіне бойұсынса, қиямет күні айтылады дейді оған. Жәннаттың қай есігінен кіргің келсе кіре ғой деп айтады екен. Неге осы 4 нәрсе сол үйдің ішіне толтырып тастаған екен Алла тағала жәннаттың бүкіл сауабын. Оның асхана деп аталатын жұмысы бар. Оның жаңағы балаға қарау, баланың тәрбиесі, баланың сабағы жетеді жұмыс. Әрқайсы сөз алдында жұмыс. Бұның барлығы енді ана деген ұғымның жұмысының ішіне кіріп кетеді да міндеттің. Одан кейін оның күйеу деген жұмысы бар. Одан кейін тағы бір келін деген жұмысы бар да. Атасы мен енесін сыйлап берсе, өзінің қыз кезіндегі әке шешесіне үлгере алмай қалған, немесе шіркін-ай қасында жүрген сол кезде жасасам еді ғой, ертерек білгенімде ғой осы иманды, намазды мен деп өкінген нәрсесін бәрін толтырып береді ғой.